Бұл өткен сенбі Бала даусының гала концерті 5 жылдық еңбектің жемісі. Өткен маусымдардың жеңімпаздары да осында. 2017 жылы Гран-приді алып Диснейлендке бардым, Парижге. Ол менің ең бірінші самолетқа мініп ұшқан кезім болды. Бала даусы менің самолетқа міну деген арманымды орындады. Менің жанымда 3-ші, 4-ші маусымдардың жеңімпаздары Исатай және Мейрамбек. Дуал шапалақ! Бір қыз бар маралда да қорлағаян. Алдыңғы бөлімде мен кей бүлдіршінге сәттілік кәмпитін таратқан едім. Кездейсоқтық емес ау, олардың бәрі жүлделі орын алды. Бұның аты сәттілік. Қалтаңа салып қой. Рахмет. Бар екен. Держи. Спасибо. Қалтаңа салып қой, ә? Рахмет. Я не думала, что я выиграю. Басқа финалистердің бірі де осал емес. Мадияр айтпақшы, Өткен қателіктерді мұңаю үшін емес, сабақ алу үшін есіңе ал. Безумно можно быть первым. Я раз 5, наверное. Мен кастингке 5 мәрте қатысқам, жай ғана талпына беру керек. Бұл жолы болмаса, келесі жолы тағы да бақсынап көруге болады. балалардың арасынан өзіңізге ұнаған фавориттеріңізді қамқорлығыңызға алып қолдау көрсетуге, продюсерлік етуге қалайсыз? Енді менің ойымша барлығы да мүмкін. Өйткені бүгін осыдан 3-4 жыл ғана бұрын қатысушылар болған, қатысқандар. Және де қазірдің өзінде олар тіпті бізден асқан үлкен жұлдыздар болуда. Өйткені жаңа толқын, жаңа бағыт, жаңа есім дейді. Сондықтан кім біледі, бәлкім бірнеше жылдан кейін біз олардың көмегін сұрайтын шығармыз. Өйткені олар шынымен де болашақ жұлдыздар. Бұл маусымның бас жүлдесін ең кішкентай қатысушы 8 жастағы елорда тұрғыны Жасмина Түзелева жеңіп алды. 10 жылдан соң қай оқу орнына түсем деп бас қатырмайды. Себебі Қазақ ұлттық өнер университетінің грантын министр Ақтоты Райымқұлованың өзі табыстады. Мен қатты қобалжып тұрған едім. Сосын білмеймін, сөзім жоқ. Құттықтаймын сен. Рахмет. Керемет, өнерлісің, таланттысың. Биік шыңдарды бағындыра бер. Рахмет. Құрметті көрермен, бұл бала дауысы 2021 нағыз эмоция мен эстетиканың кеші. Расымен де әділ өтті, расымен де таланттардың алаңы.